Have a good day, my dears. So I'm going to feed my horses. Қазір ғана жұмыстан келдім. Енді аттарға алдымен су беріп, сосын шөп салып, сосын кебек саламыз. Қазір барлығын сіздерге видеоға саламын. Осылай шлангымен су құямын да, сосын ақырғыларға шөп салып тастаймыз. Бір ақырға шөп, екінші ақырға кебек. Бұл суды мынандай есік істеттік. Темір жауып тастаймын. А то мына жерден кішкентай бұзаулар кіреді да, суды ағыз тастайды ғой. Мына шлангын ұзына бой. Қораның ішіндемін. Мына жақ қараңғылықта бет жағақ. Мыналарды су құям қазір. Жалпы мына жақта 20 шақты. Мына жақта 20 шақты тайлар бар. Күнде таңертең 6-да тұрып қараймын. Қазір сағат 2 болды. Әветте жұмыстан келіп, тағы қараймын. Негізі бұл YouTube каналым ағылшыннан бастағам. Бірақ ағылшынша видеоларымды ешкім көрмегендіктен. Қалай ешкім көрмей? Просмотр өте аз. Осылай тайларға қарап, видео салғандарым адамдар қарап жатыр. Екінші қорада да осылай су қоямын қазір. Бір жаман жері, иісі жаман, ішінің денеңе сіңіп қалады. Кеше мен мынандай фраза үйрендім ағылшынша. Аяғым үйіп қалды. My legs are asleep. My legs are asleep дегеніміз. Ағылшынша ол аяғым, яғни қазақшасы аяғым үйіп қалды болады екен. Қызық, я? Осылай қорада жүріп ағылшынша үйретіп ойым. А то былай отырып алып ағылшынша сөйлегенді ешкім көрмей жатыр. Жалпы бұл тайлар Семейден алып келді, сатылады. Қазір біз өзіміз Шымкент қаласы, Төлебийский район, Ленгір ауылында тұрамыз. Мен өзім ағылшын мұғалімімін. Істеп жүргеніме 5 жыл болды. Бірақ осы үйдің шаруасы көбірек істеймін, чем ағылшын оқығаннан. Бірақ I try to my best. It's life, дейма. Бұл өмір. Үйдің де тірлігін мұғалім де болу керекпіз. Кейде ойланып қоям. Осы малмен айналысып кетсем деген деп. Менің ойымша көп сиыр сатып алып, сүтін өткізіп, жақсы пайда табуға болады. Бірақ өзім сиыр сауым келмейді. 2 сиырды әрең сауым. Соның өзі проблема қалып. Мына қаптағы жалпы мынау кебектерді күн азанда кешке обедте береміз. Мына қазір ыңғайсыз болып тұр. Осындай шелек үшеуден мыналарға салып шығамын. Мыналар жеп жатыр. Ана жаққа қарап жүрсем, суда ағызып кеткен ғой.
Суды ұмытып кеттім өшірем деп. Енді мына жер бітелді. Не істеймін? Амандасып қойыңдар менің подписчиктеріммен. Кім амандасады? Амандасыз ма? Мына жерімде негізі бәсе. Көп қалған жағдайда. Осылай. Бірақ мына жақтың бәрі былшылдайтын болды енді. Осының бәрін малаған тазалаймыз ғой. İyisi aromat. Tegin dökeyim. Ne köp acı bir şey yaptım ya. Ana жақта kebek salып жүре беріп қойып, суын толған күтіп. Мына жақ тас кетті. Өзіне жұмыста оламыз. Жарайды. Oh my gosh. You are thirsty? I think you are so thirsty. Okay. Let me feed it. Hey, don't do that. Мынау көкпардың аттары. Мына біреу. Мынау екінші. Бұзық. Бұлар шөлдеп тұр. Бұларға шөп. Қарашына жерме шөп. Түсіп тұстады. Ой, малға қарап болған соң душқа түспесең, прям дене-денеге сіңіп қалады иісі. Себебі кебек жейді ғой. Кебек жеген ол нан деген адам не болмаса мал иісі жаман шығады. Үлкен дәрет. Сондықтан мен міндетті түрде душқа түсіп аламын. After feeding my horses. So actually I like speak English during the shoot video, but I a little bit shy. Айтпақшы. Газ өшіп қалған ауылда. Енді маған придется ошаққа тамақ түседі. Еще біз навес бастадық. Мына темірлері тұр. Еще ана жақта көші краскілеген, бүгін келмеді ұсталар. Мен мамамды шақырып алдым көмектесуге. Жұмыста кезіне кішкене көмектесіңізші маған. Бірақ мама уже кетеді ертеңге көрсігін. Придется өзін жүгіріп, қайтқан келіп. Ал маған жұмыс жақын пешком барып, тез барып, 5 минуттық жер. I think it will be okay. Okay, see you next time. Шықпатты. Ақышы үшесін ба? Үшіншісі. Бізде есіктің алдында барлығымызда жаңғақтал өседі. Білесіздер ма, үйден өте арзанға алып кетеді. Егер Астана Алматыға
алып барсаңыздар, біздің ауылдан жаңғақ алып, сіздер өте ұтасыздар. Мысалы, былтыр 250 теңгеден килограмын алды. Өте арзан. Обычно килограммы 1000 теңге базарда. Ал Астанада, по-моему, 2000-3000 теңге деп ойлаймын. Егер сіздер оптом ауылдан, примерно 300 теңге деп ойлайық, я? 300 теңгеден алсаңыздар, Астана, Алматыға барып, хотя бы 1500-2000-нан сатсаңыздар, сіздерге керемет табыс деп ойлаймын. И еще жаңғақ ол не істемейді, сасымайды, шірімейді. Егер жақсылап кептіріп сатсаңыздар. Ал мынау уже үшінші шелек. Өте қатты шөлде қапты. Себебі таңертең бұларға мен тек шөп и кебек беріп кетем ғой. Көзіне қараш. Әдемі, я? Сұлу. Тағы ма? Адам меселесін. Егерде менің осы видеомды көрсеңіздер, жаңғақ туралы естіген, камазы, газелі бар адамдар ұтады деп ойлаймын. Сосын бізде қорытмай арзан. Қымыран жоқ бізде, и қымыз өте дамды. Настоящий қымыз. Мен сіздерге бір күні қымыздың қалай дайындалу керек екенін видеоға түсірем. Осы жексенбі түсірем деп уәде берем. Егер апа үйінде болса. Біздің көршіміз апа өте дамды киіготты қымыздың ішіне өте керемет дайындайды. Киігот деген не десеңіздер, қымыздың ішіне салынатын шөп. Ол бізде сайда өседі. Яғни біз өзіміз бәрі табиғи. Ой, балай мына аттан 4-ші шелек уже. Қатты шөлдепті. Бұлай шөлдеме өшеді. Көп шөп жеген шығар. 4-ші шелек. Не қалдырды? 5-ші шелек бермеймін. Шесін ба тағы? Ha? Шесін ба? Шесін ба? Жоқ? Жарайды, қаз шөп берем. Қарнымыз ашып кетті. Мынаны қазып қуырып жейміз. Кешке сосын басқа тамақ істейміз. Қазір кішкене жүрек жалғап алайық. Естеріңізде ма? Баяғыда осылай көп жейтінбіз. Кішкентай кезімізде.